біз сенімен зертханалық жұмыс жасаймыз. Зертхана жасаған ұнай ма саған? Иә. Ал енді біз зертхана жұмысын бастамас бұрын бізге не қажет? Соны түсіндіріп кетші. Тұз керек, су керек, жұмыртқа керек, қасық керек. Және де не керек? Ұлғайтқыш. Дұрыс айтасың, ұлғайтқыш керек бізге. Ал енді біз тәжірибемізді бастайық. Мына ыдысқа біз тұзды салып, көрші, ұлғайтқышпен қарап көрейік. Тұзды салып. Тұзды саласың, қойып қойсаңыз. Ал енді ұлғайтқышпен қарашы. Жақсылап қарап көрші. Тұз неге ұқсайды екен? Неге ұқсап тұрсың? Қарға, қантқа. Дұрыс айтасың. Қарға ұқсайды екен, қантқа ұқсайды екен. Адам тұзсыз өмір сүре ала ма? Жоқ, сүре алмайды, дұрыс айтасың. Ең алдымен біз білесің бе, адам күніне неше грамм тұз тұтыну керек? 6 грамм, иә? Иә. 6 грамм айтайықшы. 6 грамм. 6 грамм тұз тұтыну керек. Ал енді біз екінші тәжірибемізді жасайық. Қарай көрші, мына тыста қызылмен түспен белгіленген және де көк түспен белгіленген. Ұстап көрші, көк түспен белгіленген қандай су? Ұстап көрші. Суық су. Жылы. Дұрыс айтасың, жылы су. Ұстап көрші. Жылы, иә, қолымызда білінеді. Суық, салқын болып тұр. Мынада жылы болып тұр. Ал енді біз осы суымызға тұзымызды салып көрейік. Салып көрші, тұз. Тұзды салшы. Қай суда су тез ериді екен? Арастырып, жақсылап тұрып арастырып. Енді тағы да тұзды асықпай алып, көк ыдысқа саламын. Қарай көрейін, арастырып. Енді қарашы ішіне, қарашы. Қай суда тұз тез еріді? Мынау. Қандай су бұл? Қандай суымызда тұз тез еріді? Қандай су? Ұстап көрші. Қандай суымызда? Жылы. Жылы суымызда тұзымыз жылдам еріді. А салқын суда тұз не істеді? Еріген? Иә, еріген жоқ, дұрыс айтасың. Енді сондықтан да жылы суда тұзымыз тез ериді екен. Ал енді тағы да бір тәжірибе жасап көрейік. Ал қарашыда қолымда не бар? Жұмыртқаны салып көреміз, иә? Бір ыдысқа біз жұмыртқа тұз саламыз, бір ыдысымызға тұз салмаймыз. Ал енді бір ыдысқа тұз салайықшы. Көбірек тұз саламыз. Тағы да сал. Тағы да салам. Көптен сал. Ал енді арастырайық. Арастырып көрші. Жақсылап көп арастыр. Арастырып көп. Енді қасықты қоялым. Ал енді жұмыртқамызды алып батырып көрейік. Кезектен кезек сал. Ал енді қарашы, қай суда, тұз салған суда жұмыртқамыз не істеді? Батты ма, батқан жоқ па? Батқан жоқ. Тұз салған суымызда жұмыртқамыз батқан жоқ, дұрыс айтасың. Ал тұз салмаған суда Батқан жоқ жұмыртқа. жұмыртқам батып кетті. Батып кетті ғой, қарашы. Батып кетті, иә? Жақсы, жарайсың. Бүгінгі зертханалық жұмысымыз саған ұнады ма? Иә. Жарайсың. Олай болса, зертханалық жұмыста кездескенше сау саламат болайық.